Ассаламу алейкум, қадірменді мұсылман бауырлар, отандастар. Мұсылман қауымның ұлық мерекесі Құрбан айт құтты болсын, ағайын. Айтқа аман есен жеткізген Алла Тағалаға сансыз шүкірлер мен мақтаулар болсын. Құрбан айт бірлік пен игілік, мейірім мен кешірім мерекесі. Бұл күні мұсылмандар қайырлы, ізгі амалдар арқылы жаратушыға жақындайды. Алланың разылығы үшін құрбан шалып, тұрмыс жағдайы төмен отбасыларына қайырымдылық көмек көрсетеді. Ұлық мереке ағайын арасын жақындатып, көршілерді, ұлттар мен ұлыстарды ынтымаққа ұйытып, татулыққа шақырады. Қажылыққа аттанған мұсылман бауырларымыз, отандастарымыз жүздерін қасиетті Қағбаға қаратып, еліміздің игілігі мен халқымыздың бірлігін, екі дүниенің бақытын тілеп, жаратқанға жалбарына дуа жасауда. Құрбан айт отбасылық мереке. Отбасын шаттыққа бөлеп, ағайын туыс, көршілерді аралап, жағдайын сұрау сауапты іс. Оларға сыйлық беріп, көңілін көтеру пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның сүннетінен. Сүннетті орындаған адамға сауап жазылады. Мүбәрак мейрамының құрметіне орай барша отандастарымды, кәсіпкер бауырларымды, дін жанашырларын Құрбан айтта мүгедектер мен зағиптар, жетімдер мен жесірлер, әсіресе қараусыз қалған ата-аналар үшін арнайы қайырымдылық іс-шаралар өткізіп, айттың қуанышын сездіріп, оларға мүмкіндігінше көңіл бөлуге шақырамын. Аллах Тағала баршамыздың дұға тілектеріміз бен ізгі амалдарымызды және шалған құрбандықтарымызды қайырымен қабыл еткей. Ұлттар мен ұлыстарды мейірімділікке, игілікке, бірлікке үндейтін ұлық мереке Құрбан айт мүбәрәк болғай, ағайын. Жаратушы иемізден отбасыларымызға амандық, мықты денсаулық, кәсіптеріңізге адалдық пен береке тілеймін. Еңселі елдің болашағы баянды, тәуелсіздігіміз мәңгі болғай. Әумин.